Мен Оралхан Әбен қызы, Алматы облысы Талдықорған, Ескелді ауданы, Қарабұлақта тұрамын. 2016 жылы отбасымызбен көшіп келгенбіз. 3 баламыз бар. Күйеуім Тұрсынбек 9 айдың 5 күні Қытайға жұмыстарымен кеткен. Қытай үкіметі паспорттарын тартып алып, әлі күнге дейін жібермей отыр. 1,5 жылға жуық уақыттан бері осы 3 баламен түрлі қиыншылықта келемін. Үлкен қызым Тұрсынбек Бақыт 11 класста, қосымшаға да бара алмай отыр. Екінші қызым 6 класста, кішкене ұлым 2 класста, Тұрсынбек Ақеділ денсаулығы нашар, Уичатта тұрады. 1 жылда 2 рет больницаға жатады. Өзімнің де 2 көзім көру қуаты әлсіз. Биыл 5 айдың 20 күні Алматыда лазер нұрмен аттырып емделгенмін. Сол көзімді 2 рет 9 айда барып емдеттім. Сонымен қатты қайырым жұмысқа да келмеймін. Қазір үйімнің де үкіметі бітірмесе болмайтын жағдай болып, 140 мың теңге қарыз, біраз қарызданып төледім, қалғаны төленбеді. Сол үшін сіздерден өтініп көмек сұрап отырмын. Алла разылығы үшін көмектесіңіздерші.